Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен картофельный шарик жасайтын боламыз. Дәміне енді сөз жоқ, керемет болып шығады. Қонақ келерде холодныйдың сәнін ашады және өте оңай дайындалады. Апта сайын әртүрлі видео рецепттермен бөлісіп отырамын, сондықтан да каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды суға пісіріп аламыз. Газымызды орташа отқа қойып, жарты сағат қайнатамыз. Және де дәміне қарай аздап тұз салуды ұмытпаңыздар. Неке қараңыздар, картошкаларымыз дайын болды. Енді бөлегі тұсымызға сүзіп алып, жылдам ысылай езіп аламыз. Неке дайындап алдық. Енді үстіне дәміне қарай тұзын салып, кукурузный крахмалдан 3 қасығын саламын. Енді жақсылап араластырып аламыз. Неке қараңыздар, бір тегіс жақсы араласуы керек. Енді мен картофельный шариктің арасына сыр қосып жасайтын боламын. Видеода көріп отырғандарыңыздай, сырдың российский түрін қолданамын. Шаригімнің арасына салатын қылып, кубиктап, ыңғайлы қылып турап дайындап аламын. Енді картошкамызды қолымызға алып, арасына сырын салып, дөңгелек шарик жасаймыз. Неке шариктеріміздің барлығын жасап дайындап алдық. Дайындап алған шариктерімізді бірінші жұмыртқаға малып аламын. Сосын панировочный сухарикке аунатып аламын. Неке дәл осылай барлығын дайындап аламыз. Енді дайын болған шариктерімізді қызып тұрған майға 3-4 минуттай қуырып аламыз. Майға қатты көп қуыруға да болмайды, арасында сыр болғандықтан сыртына шығып кетуі мүмкін. Неке қараңыздар, әдемі болып қуырылып жатыр. Енді ыдысымызға қағаз салфетка қойып сүзіп алғандарыңыз дұрыс, өйткені барлық майын сорып алады. Біздің шариктеріміз дайын болды, дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Толық рецептісін описание бөліміне жазып қалдыратын боламын.